Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта болғанда аяқ дыбыстарының дауысын естиді. Оған Алланың қалауымен жәннат көрсетілген. Жәннаттың ішінде не болатынын да көрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл ненің дауысы деп сұрайды періштелерден. Бұл Біләл деп жауап береді. Пайғамбар таңғалады. Кейін Біләлға келіп, айтшы я Біләл, сен қандай амал істедің? Мен жәннаттан сенің қадамыңның дыбыстарын естідім дейді. Алла жарылқасын. Бұдан үлкен бақыт бар ма? Осы дүниеде жүріп өзіңнің жәннаттық екеніңді білу әрине асқан бақыт. Біләл ибн Рабах, Алла одан разы болсын, пайғамбарымыздың сұрағына былай деп жауап береді. Мен түнде болсын, күндіз болсын, қандайда бір дәрет алсам, сол дәретпен міндетті түрде намаз оқимын дейді. Бұл Бұхари мен Мүслимде келеді бұл хадис. Біләлдің басқалардан айырмашылығы әрқашанда дәретпен жүретін болған. Намаз оқитын кезде ғана емес, қалай дәреті бұзылса, солай дәретін алып, артынша 2 рәкағат намаз оқып жүретін еді. Бұл сүннет амалдан. Намаз тыйылған және мәкрух уақыттардан басқа кез келген уақытта дәреттен соң оқылатын 2 рәкағат намазды үнемі оқып жүруге тырысыңыз. Алла қаласа, сізді де жомарт Раббымыз сыйға бөліп қалар. Бүгінгі күнді дәретпен жүруге арнайық. Тіпті өміріңдегі дәретпен жүрген күнің осы күн болса да. Айтпақшы, бізде көпшілік жұрт дәрет дегенді әжетханаға құман көтеріп барып, келсе болды, дәретім бар деп ойлайды. Асылында дәрет беті қол, басыңызға мәсих тартып, аяқтарыңызды жуумен толық болады. Әрқашан дәретпен жүрген адамға береке орнайды. Ол қалаған кезінде намаз оқи алады, Құран ұстай алады, бәріне дайын жүреді. Бүкіл жаманшылықтан аулақ болады. Тіпті медицина ғалымдары да дәреттің сан түрлі пайдаларын тауып таң қалуда. Дәрет – ол тазалық. Ал Алла тазалықты жақсы көреді. Құранда шәксіз Алла тәубе етушілерді жақсы көреді. Әрі таза болушыларды да жақсы көреді деп сүйіншілейді. Егерде иманды 2-ге бөліп қарайтын болсақ, онда тазалық иманның жартысы болады. Тазалық – ол біздің дінімізге сай нәрсе. Тым болмағанда өміріңнің бір күнін дәретпен жүруге арнаш. Кейін шаман келсе, бұл жақсы әдетті бойыңа сіңіруге тырыс. Ал ұйықтап қалса дәрет бұзылады ғой. Онда ояна сала дәрет алып, 2 рәкағат намаз оқып ал. Немесе қандай да бір себеппен дәретің бұзылған жағдайда дереу қайталап дәрет ал. Осылай жүру сіздің қолыңыздан келе ме? Кімнің өмірі осындай болды? Біләлдің өмірі осындай еді. Сонымен қатар басқа да қаншалаған сахабалардың жүрген жолы да осы еді. Алла олардан разы болсын. Біздің бабаларымыздан да ондай жандар болды сірә. Дәретсіз баласын емізбеген аналар да болды. Ең болмаса бір күніңді толықтай дәретпен жүріп, Біләлдің өмірі қандай болғанын елестетіп көрш. Ол жай адам емес. Ол пайғамбарымыздың азаншысы, таза, сабырлы, ең бірінші ислам дінін қабылдаған бақытты жан еді. Алла тағала осы ықыласты амалын ескеріп, оны жәннатпен сүйіншіледі. Сүйікті бауырым, аяулы қарындастарым, дәрет алған кезімізде оның соңғы тамшыларымен біздің кішігірім күнәларымыз төгіледі. Қолдарыңызды жуғанда, қолыңызбен жасап қойған кіші күнәларыңыз, беттеріңізді жуумен, көзіңізбен көрген, ауыздарыңызды шаюмен, тіліңізбен жасап қойған кіші күнәларыңыз, құлақтарыңызды мәсих қылған кезде, құлағыңызбен естіген, аяқтарыңызды жуумен, күнәлі жерлерге барған кішігірім күнәларыңыз кешіріледі. Тіпті болған емес. Қиямет күні маңдайы, аяқ қолдары нұрланған адамдардан боласың. Дәреттің суы тиген жерлер жарқырап тұратын болады. Ал егер дәрет алып болғаннан кейін
оның арнайы дұғасын айтып, Алла тағалаға мақтау айтып жүрген болсаңыз, кіші күнәларыңыз кешірілген, анаңыздан жаңа туғандай күйгенесіз. Ал ақыретте Алла тарапынан оған жәннаттың 8 есігі ашылып, қайсысына кіруді қаласаң соған кір делінеді. Егер жатар алдында дәрет алып жатсаңыз, түніменен Алланың қорғауында боласыз. Әрқашанда дәретпен жүруге тырыс. Алланың сүйіктілерінен боласың. Дәрет дәрежеңді көтереді. Кәусардан су ішуіңе себеп болады. Осындай орындалуы онша қиын емес. Амалдың ұлы сауабынан құр қалып қалмаңыз.